Мінекей ардақты ағайын, халық ақыны Сәттіғұл жыраудың 150 жылдығы Қазақстан көлемінде дүбірлі тойланып жатқанын білеміз. Сонау Астанадан басталған той Алматыда жалғасып, оның бір жалғасы Атырау облысы Сағыз ауылында тойланған болатын. Сол дүбірлі тойдың қорытындысы ретінде Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданындағы Тұщықұлдық ауылында мінекей Сәтекеңнің тойы қорытындыланып жатыр десек болады. Осы тойдың аясында Тұщықұлдық ауылында Сәттіғұл атындағы мектептің ішінен Сәттіғұл атамызға мұражай ашылды бүгін. Және де Сәттіғұл жырдың шынжыры атты 1000 беттік кітаптың тұсауын кестік. Осы тойға арнайы ағайынның 30 үйі тігулі, сахнасы құрулы. Және де бүгін жыршылар сайысы басталып жатыр. Жыр кешінің басты бәйгесіне Ақтау қаласынан Мұнара жайлы кешенінен бір бөлмелі пәтер тігіліп жатыр. Және де Сәттіғұл атамыздың құрметіне мәдениет үйінің алдына домбырасына ескерткіш қойылып жатыр осындай. Біз арқылы осындай тойдың куәсі болуға баршаңызды шақырамыз. Ашылған тұрған халық ақынының домбырасы стелласын ашу үшін осы биылғы өзінің 70 жас мерейтойына орай ақын атасының 150 жылдық мерейтойының аясында халық ақыны домбырасын еліне сыйға тартқан Майемер ұлы Бердіғали көкемізді ортаға шақырамыз. Ал сәлематсыз ба? Біздер мынау Атырау облысынан осы Сәтекемнің 150 жылдық тойына келіп жатырмыз. Мынау қол өнері өзіңіздің туындыңыз ба? Жоқ, бұл менің қызымның өнері. Биыл 10 жас бітірді. Қызыңыз осы жерде бар ма, жоқ па? Жоқ қазір. Мынау соның өнері, бәрекелді, тамаша екен. Мынау қандай материалдан жасалған? Мынау мереnos қойының жүні түрлі түске боялған. Соны ине арқылы матаның бетіне шаншу арқылы бекітіп жасайды. Қызыңыз бір осындай қол өнерге қатыса ма, әлде өзі қызығып, осыны өзі қызығып жасайды, тек өзі үйден ештеңеге қатыспаймыз. Ешкім бағыт тәрбие жатқан ұстаз жоқ, өз бетімен бәрін осының бәрін жасайды. Интернетте не көреді, соны өзі Айтберген Аида. Айтберген Аида. Осы Сәттіғұл Жаңғабыл атындағы орта мектептің бәрекелді оқушысы. Өнеріне табыс тілейміз, шыңдала берсін, бұйырса жұмыстары көбейе берсін. Үлкен мұражайлардың төрінен орын алуға тілектеспіз. Мынау мұражайға қойыла ма бұйырса? Жалпы өзіміздің мектебіміздің Сәттіғұл Жаңғабыл атындағы мектептің музейіне біреуін табыстадық, Сәттіғұлдың суретін. Сол жерде. Одан кейінгі көрмеге арна өзіміз жасадық. Бәрекелді. Өзіміз сатпаймыз, ештеңе қылмаймыз. Бәрекелді. Керемет. Шоқтың атынан. Сәттілік тілейміз. Әумин, сау болыңыз. Ал сәлематсыз ба? Қош келіп жатырмыз. Мынау өзіңіздің қолыңыздан шыққан өнер туындыларыңыз ба? Бұл қолымыздан жасалған, ұлттық нақышта жасалған туындылар. Бәрекелді. Мынау күмістен соғылған өзіміздің ұлттық бұйымдар.
Ақтөбеден жасалынады. Ақтөбеден келдіңіз бе? Иә, Ақтөбеден келдім. Ақтөбенің өзінен? Ақтөбенің өзінен батыс 2-де тұрам. Бәрекелді. Бұл Осы саламен енді айналысатын өзімнің інім айналысады. Менің ұлым жасайды, Истлеуов Асан Мұсаевич. Бізде Сынау деген Каусар деген бренд. Енді я кәдімгідей сол бұрынғы қазақтың нелерін зерттеп, ұлттық нақышта істелінген. Сол ою өрнектер, мына ою өрнектердің көбісі батыстікі, батыста жасалынатын. Бәрекелді. Жаңағы өңір жиек дейді, қыздарды ұзатуға болғанда сонда дейді мойнына тағып жібереді. Бұлардың бәрі таза күмістен соғылған, Таза күмістен соғылған. Мынау дейтін зерін дейді, дән өсіп өне берсін деп мағынада жасалынады. Мынау дейтін жапырағы жайылсын деп. Жапырағы жайылсын. Осында бір бұйымның өзінде қаншама мағына, қаншама сыр жатыр, Әрине, енді қазақтың әрбір ою өрнектері ол дейтін ішінде қошқар мүйіз мысалы ырыс берекет келтіреді дейді. Жаңағы мен айтқан сияқты дән өсіп өне берсін деген. Әрқайсысы философияға өзінің бір ерекше мәні бар. Сондай. Керемет. Бар тас па? Әрине, мына тастардың бәрі бар тас. Мен дейді, ана геологтармен жұмыс жасаймын, сосын солардан сатып аламын. Мысалы, мына осы аметист деген тас дейсіз? Аметист деген тас, иә. Сосын мысалы мынау бұл енді Қазақстанда кішкене аз болып қалған малахит деген тас. Бұл бізде Қазақстанда соның ішінде мына Маңғыстаудың жерінде де осындай тастар бар дейді. Іздеп қарасаң, сол Маңғыстау жақта, Қарағанды жақта көп. Мынау сіздің бұйымдарыңызды көріп, азын-аулақ сұхбаттасайық деп келіп жатырмыз. Жұмысыңызбен, жалпы өзіңізбен таныстырып жіберсеңіз. Мен аты жөнім Науханова Назипа Іргебайқызы болады. Мен жалпы осы ауылдың қызымын, бірақ қазіргі таңда Жетібайда тұрмысқа шыққанмын. Сол ауылға келіп жатырмыз. Осы жерде ұйымдастырушысымын көрменің. Төркіншілеп келіп жатыр екенсіз, қош келіп жатсыз. Әрі мына Бертханға қолдау білдіріп, сөзбен саз бағдарламасының тағы бір ұйымдастырушысымын. Бұл қолөнерлер барлығы өзімнің қолымнан шыққан. Енді арысы өзіміздің ата-анамыздан, әжемізден үйренген нәрселеріміз, соны енді қосымша ретінде мен өзім мұғаліммін. Қосымша үйде отырғанда бос отырған кезде дайындаған жұмыстарым. Қай пәннің мұғалімісіз? Мен қазақ тіл әдебиет пәнінің мұғалімі. Өзіңіз тіл әдебиет. Мына балалар неге қолданады? Бұл жалпы мән мағынасына оюы қандай, соның бәрін айтып өтсеңіз ақпарат ретінде. Жаңа сұрақ қалдыңыз ғой, қазақ тіл пәнінің мұғалімімін, сол қазақилықты қатты жақсы көремін. Мендегі нәрселердің барлығы қазақилыққа арналған, оюлар барлығы белбеу, есікке, бесікке той шашулар, одан кейін жадағайды әсемдейтін әдемі. Бұл жалпы қазақта сәндікке қолданылған нәрселер ғой. Сәндік үшін әдемі бұйымдар. Бұны көбінсінде әйел адамдар қолдана ма? Иә, бұл қазір қыз келіншектерге, әйел адамдарға бар. Мысалы, біреуін тағып көрсетесіз бе бұны? Міне қазір мен тағып. Міне беліңізге тағып тұрсыз, иә? Осы өзіңіздің қолыңыздан шыққан. Өзімнің қолымнан шыққан бұйымдар барлығы. Бұлар жіңішке болады, ұзын қысқалы болады, әркімнің размеріне қарай да. Мысалы, мыналарда өте әдемі түседі, белге тағып қалған. Қандай керемет. Барлығы өте сапалы, таза, әдемі жасалған, ешқандай тал ойында мін жоқ. Осындай. Былайша айтқанда бұл деген қазіргі аруларға нағыз трендке айналдыруға болатын дүние екен. Себебі өзіміздің осындай шапандарды аруларымыз көп киіп жатыр. Қазақи көйлектерді көп киіп жатыр. Заманауи көйлектердің өзінде мына бауды тақсақ қандай әдемі болып тұрады. Осындай безендіру үшін. Рахмет, өнерлеріңізге сәттілік тілейміз. Ассалаумағалейкум аға. Мына тойға қош келіп жатырмыз. Өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Мен Қыдырып Қосқұлақ, Қайрошұлы, Самқұмында Ақжет мектебінде, Аржас Сам Қызыләскер мектептерінде білім алдым. Ақтөбе мәдени ағарту училищесін бітіріп, соны художник оформитель бөлімін бітірдім. Бәрекелді. Есім кім деп едіңіз? Қосқұлақ. Қосқұлақ, мынау осы суреттің бәрі өзіңіздің қолыңыздан шыққан өнер ме? Иә, мен 4-ші классымнан бері сурет салам. Сол осының бәрі өз қолымнан шықты. Мынау шеттен бастап жұмысын салыстырып айтып жіберсеңіз. Мынау 21-ші жылға 1921. Жоқ, қызметкері 2021-дегі. Иә, жұт. Мына Маңғыстауда болатын. Соны өз көзіммен көрдім, осында келіп. Сонда салынған сурет. Сонда шыққан тебіреністердің ырғағымен шыққан. Мынау көтерен болып қол құлап жатқан жылқы ойыны да? Иә. Мынау сол жұтта қырылған малдың сүйегі деп суреттеген екен сол. Суреттеп соны көрсеткен бейне ғой. Мынау жерде ештеңе жоқ. Шөптің бәрі қурап кеткен, ұшып жатыр, жел
шаң деген сияқты. Аллаға шүкір, мынау биыл жерімізде жауын жақсы деп жатырмыз. Мынау 21-ші жылғы жұтқа қарап, енді осы жылы біздер көбірек шүкір етуіміз керек деп ойлаймыз. Соны. Енді мынау баба жолы деген, Бұл баба жолы, бұл Жылойдағы Құлсарда Ақмешіт, Бекет атаның қаны тамған Ақмешіт. кіндік қан тамған. Оны 26 биыл салған екенсіз? Бұны биыл салды. Бұны басына барып, сонда өзім отырып салған бер жағы. Бәрекелді. Мынау Мәтшенбейдің суреті? Мәтшенбей. Мынау Мәтшенбей, сосын Иса Жаманғара. Мынау Исен Ерменбет. Бұл үшеуін мен интернеттен салдым. Соны сізден сұрайын деп тұр едім, бұның бейнесін қалай? Бұл интернеттен салдым. Бұл баяғы неміс фотографы салған түсіріп алған ғой. Мына кетікке, съезге келген үшеу. Сонда түсіріп алған, сол интернеттен, сол неміс естен, осы интернеттен тауып, сол суретін өзім салдым. Өз краскаммен, өзім Мынау сол майлы бояу деп айтады ма? Майлы бояу салдым. Керемет. Одан кейін мына сурет, бұл 9 қайық деп аталады. 9 қайық? Иә, 9 қайық. Бұл жаңағы Есенғали Бөгенбаевтың 9 қайық атты толғау шығармасы бар ғой. Соның желісі бойынша салынған. Бұл жерде не бейнеленген? Мынау қайық, мына жағы жаңа 9 қайық шаруашылығының өзінің жұмыстарын бітіріп, балық аулап қайтқан адамдар ғой. Елге қарай шығайын деп тұрғанда бір 4 қайық қалып қояды. Соны күтіп кішкене тұрғанда жел көтеріліп, соны толқын көтеріп кетеді, мына жағадан шыға алмай қалады. 9-да қалған ба? Иә, содан 9-да түгел жағадан шыға алмай, не жағаға шыға алмай, не жағадан былай кете алмай, сол үш жерде барлығы опат болады. 63 адам опат болған осында. Үлкен қайғылы оқиға. Бұны біз картина деп атаймыз да? Иә, картина. Бұның өзі күңіреніп тұр екен. Мынау Омар тұр кесенесі Бейнеудің ар жағында 30-40 километрдей жер. Ар жағында Қызаскер мен Бейнеудің арасында. Омар тұр кесенесі бұл неше жыл болған кесене? Бұл енді ескі кесене. Қазіргі күйінде сол осылай сақталған? Осы күйінде. Жақсы сақталған түгел. Осы күйінде сақталған. Керемет. Мынау Жылойдағы жаңағы бабаға тағзым деп қойдым. Бұл сол жердегі жаңағы Кеше батырдың жаңағы бейді деп атайды. Оны мен өзімнің нағашы атам болғандықтан осыны салғанмын. Бабаға тағзым деп атап. Мынау Жарылы Дәулеталы кесенесі. Бұны 22-ші жылы ас берген Дәулеталы. Осы кейіннен табылды, Дәулеталы? Иә, кейіннен табылған. Сонынан кейіннен кесенесін көтерген ғой. Мына ақтасына салынған кәдімгі осы Маңғыстаудың тасымен. Соны өзіңіз барып көріп салдыңыз ба? Өзім қасында мына жағында отырып салдым. 22-ші жылы ас салған. Керемет. Қазір мен Атырауда отырамын, сосын мына бір 2-3. Атырауда тұрасыз ба сіз? Иә, Атыраудың өзінде? Иә, Атырауда. Бәрекелді. Біздер де мынау Атырау облысы Қызылқоғаудан Сағыздан келіп жатырмыз. Бүгін тойға арнайы келдік. Енді бұл суреттерді сіз Сатекемнің бүгін тойына келіп тұрсыз енді мұражайға бірдеңе тапсырдыңыз? Иә, мұражайға мына 3 суретті тапсырып кетейін деп едім. Осыны 3 суретті мұражайға тапсырасыз дейсіз? Облыстық музейге жаңа бір кісі келді. Керемет, енді ол біз үшін де Сатекемнің мұражайында сіздің өнеріңіз тұрғаны, сіздің картинаңыздың орын алғаны, бұл Атырау үшін де бір мәртебе деп есептейміз. Иә, рахмет. Өнеріңіз үстем болсын, сәттілік тілейміз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мына жылқының қылынан жасаған емдік тақия, ұлтарақ. Қай жақтан келдіңіз? Осы Маңғыстаудың? Маңғыстау ауданы Шетпе ауылынан келіп тұрмын. Бәрекелді. Есіміңіз? Есімім Ақжігітова Айтуған. Айтуған апа, енді мына тақиялар жөнінде, өзіңіз жұмыстарыңыз жөнінде бір ауыз айтып жіберсеңіз. Тақия, сосын мынаны шұлық деп айтамыз да, қалай айтамыз? Ұлтарақ па әлде бұл? Жылқының қылынан болғанда бұл емдік
жаңа массаж жасайды басына келгенде. Бұл әйел адамдарға, қыздарға арналған Әйел адамға, ер адамға деп бөлінбейді. Сондықтан түйе беруге болады барлығын. қалай тоқылады, қандай пайдасы бар айтып берсеңіз. Бұл жаңа давление, инсульт, басты мысалы сақинасы деген аурулардың Бұл ғылыми кәдімгі дәлелденген, е? Дәлелденген. Мына ұлтарағы, табаннан табан ауыратын адамдарға ұлтарақ мынау мінекей. Ұлтарақ. Арнайы жылқының қылынан. Қылынан жасалған, иә. Бәрекелді. Мынау тізелік деген аяққа киетін, тізесі ауыратын. Мынау тізелік пе? Иә, тізеге киетін. Әйел адамға, ер адамға бола береді. Бәрекелді, керемет екен. Өнеріңізге сәттілік тілейміз. Осылай өзіміздің ұлттық өнеріміз, қол өнеріміз дами берсін дейміз. Көп рахмет. Өзіңізді бұйырса, Алаш KZ Сағыз деген YouTube арна бар, сол жерден көре аласыз. YouTube'дан іздесеңіз, балдарыңызға айтсаңыз тауып береді. Сыңғыра сөздің зергері, халық ақыны Сәттіғұл Жаңғалұлының Художники, город Актау, Мурзагалиева Асель, Инна Ермакова, 2 художника приехали. Представляем студию «Пристань». У нас тут картина 100 лет назад казахи в интернете брали, от этого отталкивались. Керемет. Ардақты ағай, енді бұлау камерадан қаншалықты шынайы көрінетін білмеймін, бірақ көзбен көрген адамға бұнау керемет өнер еді. 100 жыл бұрынғы суретті қайтадан көшіріп, осы былайша айтқанда суретті қайтадан тірілткендей әсер береді екен адамға. Мына ойықтары, мына жағылған бояулары, жабыстырылған тастары бәрі. Мынаны күшті, жақсы өнері оларда. қандай материалдан жасаған? Мына волктен істеген, киізден істеген. Бұл киіз өздері қолдан басқан киіз, е? Қандай керемет. Өздері істеген. Қандай тамаша, керемет. Бір жағынан өзіміздің дәстүрлі, өзіміздің табиғи өнім, бір жағынан қазіргі заманға сай екен. Керемет, керемет. Бұйырса, осы өзіңіздің бұйымдарыңызды Алаш KZ Сағыз деген YouTube арна бар. YouTube'дан іздесеңіз, осы өзіңізді көре аласыз бұйырса. Рахмет, мен өзім жаңада үйреніп жатырмын осы. Бәрекелді, сәттілік тілейміз. Бұйырса, үлкен мұражайларда сіздің өнеріңіз төрінде тұруға тілектесіміз. Рахмет, көп рахмет. Мынаны жасаған жаңа жігітті жүреді, бір жігіт жүреді. Өте көне сурет, қай жылы түсірілгені жазылмаған екен. Бірақ 100 жылдық тарихы анық бар шығар, е? Осы суретті қараңыздар енді. Мына балаға суретке назар аударыңыздар да, мына картинаға назар аударыңыздар. Мынаның барлығын шынайы түрде үлкейтіп, мынаны да өзіңіз керемет, е? Маған не? Будок нақтырдаш? Айтам. Елубайұлы, Маңғыстау облысы. Мынау бүгінгі шараға арнайы өзіміздің 30 киіз үй тігілген екен. Енді бұл мән берсеңіздер, киіз үйдің барлық дизайны бірдей, ұлттық нақышта, шынайы өзіміздің ағаш пен киізден тігілген керемет үйлер. Енді бұлай қарағанда Маңғыстаудың біздің киіз үйді сақтап қалған негізгі өңір екеніне тағы бір айғақ. Себебі 31-дей осындай үйді тігу және де оның барлығын осындай қылып бірдей қылып үйлестіру былайша айтқанда оңай жұмыс емес. Сағызыңды білем. Сағызда Алпана әулиенің басына барып, келдіңіз бе? Тәжікен деген атама құлпытас қойып кеткенмін. Қай жылы осы жақында 5-6 жыл болған шығар. Сағызда ағайындарымыз бар. Сағызда бура сойғанда, бура көлде Тобанияздың қыстауы бар. Оған да бардым. Ал енді сондай Сағызды да білем, айналайын. Рахмет саған. Мына назар қойып амандасып атқаныңа.
қандай жақсы керемет. Ал енді мына тойдың шашуының айтатын жоқ. Кітап туралы жақсы айтып жатсыз ғой. Отбасы хрестоматиясы Санжар Керімбайдың Бесен Құранбек кітабын айтып жатсыз. Әлдейден эпосқа айтып жатсыз. Әлдейден эпосқа дейін. Енді осы турада енді сіздердің жаңа естіп жатырмын 90 жасқа келсе де кітап оқығанның арқасында осындай Аллаға шүкір қазір жағдайыңыз жақсы. Шүкір Аллаға. Енді осы турасында өзіңізді бірінші таныстырып, сосын кітап оқу жөнінде бір-екі ауыз әңгіме айтып жіберсеңіз жастарға. Ана Совет кеңесінің ұрпағымыз соның кітаптарын оқыған руханияттан шектеу болып қалған. Енді Алла Құдай беріп өлгеніміз тірілмегенмен өшкеніміз жанып жатыр ғой. Айтатын жоқ, Құдайдың бергеніне мыңда бір шүкір. Ал сол айтқан жаңағы Тобекеңнің руым адай келген жерім жеменей кенже. Мына Қабекеңнің айтып отырым, бұл менің адамымен құрдас екен, 34 жыл туған. Ана несінде жазып отырса әулиенің басында. Келіншегідек өзіммен қатар екен, бірақ мен қыздың жолы ұлы ғой, мен саған апа болам қарағым деп танысып отырым. Гүлшатқа рахмет айтып отырым. Кетіп қалдау деп ойым деп отырын, кетпеген екен. Нағыз Маңғыстаудың, нағыз Жеменейдің келін екен бұл. Ал басқадан болса, болдым ғой тойдың басында. Бәлен шаруа барады, анау шаруа, мына кетіп қалады ғой. Мына Гүлшат ата баласының ат төбеліндей белгісі бар дейді. Нағыз өзі екен соның. Ал сосын жаңа айттым өзіне, Қабиболладан проза мен поэзия қалмаған мен шырағым. Юмор қалған екен сәл. Кеше осысын айтып, бүгін кешірім сұрап отырмын бір жағынан. Екеуміз білеміз бірімізді. Айтып жіберіңіз, не үшін екен? Айтып жіберіңіз, не үшін екен? Айтып жібергенде Гүлшаттың атын ұмытып қалыппын. Қабиболланың әйелі дегенде қуанып кетіп, розамысын дей беріппін ғой. Бір үлкейдік қой қаншадағымен. Пәміт тұрмайды ғой. Содан Гүлшатпын деді, атым Гүлшат. Қабиболланың жолдасымын деді. Мен розамысын деп қоймағасын, бұл кісі жаңағы айтқан поэзия мен проза қалмаған, мен юмор қалған екен деп отқаным сол. Қайдан білейін? Далада көп жүретін еді, роза дегенде әйел болған шығар деген ғой. Ал айта көрме айналайын дедім, айта көрме. Олай емес, мына апаң үлкейгеннен кішкене кітап оққанның көптігінен бір несімен шатыстырып алып отырым. Олай емес, кешірім. Содан кешірім сұрап отырым, келдімден. Ал тойларың той қыласын, тойдың шашуы, астың шашуы дейтін керемет. Айтатын жоқ. Мынау кітапхана дегенге не дерсің мынаған? Мына апар милениеге байлық, мына шашақ, күлдірлеген. Мынау жаңағы енді айтайын деп отқан затымды ұмытып қалдым. Мынау дейтін керемет қой енді, керемет. Сіздің жасыңыз қазір? Машинамен алып бардым сол кітап. Зілді екен. Соны оқып отырып, жаңа сәл кеш қалып келіп жатыр. Керемет, тамаша. Ай сау болсын, бұның барлығын Алла ыңғайлап жатқан. Ана тойды жүргізіп тұрған Бердіхан Әлмен деген ойпырмай Алла қуат беріп атырау соған, шаршайтын емес. Тіл көзден аман болсын тек, шаршайтын емес. Ағын құйылып атыр әлгі. Жаңағы Сәтекеңнің мана несінде ағын бұлақ депті ғой. Мен бір жүрген ағын бұлақ. Ағын бұлақ анауда. Ағып атыр, құйылып атыр аузына. Мына той дейтін керемет әсем жүріп атыр. Адам көретін жоқ. Бердіхан бізге хабарласып, Сағызда той өткенде. Сәтекеңнің 150 жылдығы 27 мамыр құрбан айт күні Сағызда өтті. Біздің ауылда. Керемет жыр кеші өтті. Содан Бердіхан өзі жүргізіп, бізді шақырып кеткен осы тойға. Содан кеп қалып отырмыз. Тойға қош келдің. Бердіханның айтатын жоқ, Бердіхан дейтін
өзімнің кіндік балам. Айналайын, менің кіндік балам. Сол өзіме тартып отыр ғой. Сіздің жасыңыз қазір 89-да. 80-нің 8-інде мен енді 2 айдан кейін 89-ға шығам, ар жағым 90 под пятницу, суббота выглядит деген сол болады шырағым. Ал енді солай қарағым. Рахмет, сау бол. Кішкене көңіл аударып интервью алабатсың. Кеше бізді ескеретін интервью алатын адам болған жоқ. Сәттіғұл дейтін шалмен үйіміздің арасында үй жоқ, көрші болдым. Ал содан әлгі біреулер астапыралла дедім, астапыралла, біреулер Сәттіғұл деп естелік айтып атыр. Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, ұялмаған, бұйырмағаннан ішет деген осы екен ол. Мынау үйдің іргесінде үй жоқ, Сәттіғұлдың өз үйі. Кемпірі тәрбия деген бар. Қысты күні текеметті қоршап, түйемен келеді таушыққа. Мына тұрба жиналған жер бар ғой, бір көп тұрбаны. Тап со жер ұсақ деген жер еді. Шайырға қарайтын. Сәттіғұлдың жаз жайлауы, қыс-қыстау ұсақ. Шайырға қарайды. Содан кейін келесі 50-ші жылдары жаңағы әдемі қылып, Сәтекеңе лайық қылып, музей қылып, төбесін әдемі қылып жауып, әшейі шешемнің бұлар үші. Әбілқан Ақтырған дейтін кемпірі бар, шалбар көрпенің қызы. Әбілқаннан күләш келмей отыр міне. Әсия шешем. Сосын Әбдіразақтан Кемел. Тағы да Әсия. Шодыран дейтін 3 баласы бар. Шодыраннан әдебиет. Ал осы Шодыранның қолынан келіннің жөнелтіп қайтыпты ғой. Мен ол жерден хабарым жоқ. Ол уақытта мен тұрмысқа шығып кеттім. Осы жаңағы мына Сәттіғұлдың қызы Ақбибі, мен жаңағы Әбілханова Күләш деген жаңағы інісінің қызы Сәттіғұлдың үшеуміз бір жұрттан Таушықта от жағып ошақ қазған орындары әлі жатыр. Таушықтан бір жұрттан ұзатылдық. Таушық дейтін Таушықтың әлгі Малышева Швейцария деп аталығы содан ғой. Таушықтай көркем жері бар ма? Таушықтай көркем жер жоқ. Айта берсе әңгіме көп, сөз көп. Жаңа кеше айттым Сәттіғұлдың бір ауыз сөзін. Әкем әдебиетшіл адам еді, мұғалім еді, Әмірханов Бәйменбет деген. Содан 56 жылы ақпанда бір керемет боран болды. Қар жауды көз көрсетпейді. Мен сол уақытта Гурьевтегі медучилище деген кішкентай оқуды бітіріп, каникулға келіп жатыр едім. Содан әкем айтты шешеме, әй түрмеште, ағаты түрмеште. Мына Таушықтың бір байлығы тас көмір ғой. Несін айтасың? Тас көмірді жақ түніменен. Үйді жылт деді. Таңертең қазанды тақ толтырып етті ас деді. Мына боранда әркім өз үйімен өзі бөлек отырмайды. Мына күн жайлататын қазақтың дәстүрі бар. Көршілерді шақыр деді. Содан не керек? Ұзын сөздің қысқасы Нәкиманов Аталық дейтін көршіміз бар еді. Сармерген дейтін әйелі бар. Жаңа ру. Соның машинасы бар еді. Сонымен Сәтекеңді алып кетті. Әкемнің Әлменбет Бәйменбет. Сонда сөзді қысқартып айтқанда дастархан жасалып, табақ тартуды Сәтекең отырып, әй Бәйменбет деді менің әкеме. Сен әкең Әмірханның сенің атыңды қалай Бәйменбет қойғанын білесің бе деді. Маяның ұлы Бәйменбет. Ұру Бәйменбет көрінеді. Маяның ұлы Бәйменбет адайдың не бейі, не болысы, не байы, оны мен білмеймін, тек есімде қалғаны. Адайдың ұлы Бәйменбет әкемді ұлықтап атқаны жүрегіме сода тұрып қалды. Адайдың ұлы Бәйменбет соған байланысты қойған сенің атыңды деп. Ал сол Адайдың ұлы Бәйменбет жөнінде айтылатын әңгіме сирек. Бірақ жаңғыз жарым менің бір
Тұрар ұлы жалғаспай, Тұрардың ұлы рахмет дейтінім бар, руханияты биік бала. Сол ғана айтады жаңғыз. Ал басқа осы жөнде енді көркен дейтін балаға тапсырып қойдым. Осы Маяның ұлы Бәйменбет жөндегі Даниды маған жеткіз кім болған, қалай болған. Ал осылай қарағым, айта берсе сөз көп. Сәтекеңнің бір ауыз сөзі сол. Маяның ұлы Бәйменбет, менің әкемнің аты Бәйменбет. Соған байланысты қойған дегені есімде қалды. Бекет атаның шырақшысы екен келіп отырған. Оғыландыдағы ма? Оғыландыда? Қайсысы? Міндердағы Бекет ата мешітіне шырақшысы келіп отыр. Мынау ма? Мен Ясинді жатқа білетін едім, Ясинді. Түгел Ясинді оқыдым сол жерде. Сонда сен кішкене бетіме қарадың, бірақ сен екенін басқа екенін білмеймін. Ал солай, Алла қабыл етсін. Мен бір сұрауым бар еді сізге деген. Сіз енді жаңағы мешіт Гүлшат па басқа ма құдай? Сол жердесіз ғой, Бекет атаның иә. Сол жерде көп алыс емес жерде анау жеті қайқының бірі Әділ деген ақынның, әншінің несі бар еді ғой, мазары. Әділ, Кенже. Ана жеті қайқының біреуі. Сол алыс емес, жаңағы мешіттен алыс емес. Оны ертеректе сол кісінің жиенімін деген атын ұмыттым, бір кісі көрсетіп, біз соған барып, сосын Қабекең бар, мен бармын, апасы бар, бір жиен бала бар. Шампанның бутылкасына келген адамдардың тізімін жазып, соның түбіне көміп кеткенбіз. Әлі жатыр ғой. Жақын қасында алыс емес. 4 құлақтың ола бар, бұлай шөптер бұлай қатты өсіп тұр, мүмкін сразу көрінбеу мүмкін. Соны сіз тауып алыңыз. Әлекей ал. Табылады ғой, шашқан. Кенже ғой, Әділдің ақының. Жеті қайқының біреуі. Әділ ақының ұрпақтары біздің Сағызда өмір сүріп жатыр ғой. Білем ғой. Кемал ақсақал. Кемал. Ол кісінде көрдім мен. Бізге Жылойда деп айтатын еді Әділдің бейті. Жылойда деп. Сол Жылойда айтып отырмын ғой. Жылойда ма жаңағы жер? Мінеки сөздің көкесіне тап болдық ау, ай Алла. Енді айналайын тойға келіп атыр екесің, той бәрімізге ортақ, құтты болсын. Осы кітап оқу туралы сұрап атырсың. Кітапты енді қазір үлкейдік, бірақ кітап оқимыз. Мен әрі поэзия, әрі проза деп Кекілбаевтың кітабы менен Фаризаның кітабын қасыма қойып қоямын. Сосын кейін Әбішті оқимын, кішкене жалыққасын Фаризаны оқимын. Сөйтіп қасымда 2 кітап тұрады. Сондықтан біз енді жастарымыздан әке-шешеміз, ағаларымыз интеллигент адамдар болды. Сондықтан ол кісілер оқытушылар болды. Біздерге кітапқа деген махаббатты сол кісілер үйретті. Оқыңдар. Ал менің 5 ағам болған. Ең кішісі менмін, және мен жалғыз қызбын. Солар мені әлпештеп, кітапқа деген махаббатымызды сол кісілер оятты. Елдің қызысың. Бір ағам сол мына неде Алматыда оқыды, Абай атындағы университетте, ол кезде институт бітіріп, сол жерде жұмыста қалған. Сондықтан мен 7-ші класстан бастап 6 бітіргеннен кейін 12-ші мектепті бітірдім. Алматыдағы жалғыз қазақ мектебі, қыздарға арналған. Сосын енді кітапты айтып отырмын ғой, жаңағы оның бер жағында мына Қабекеңнің не жазды екен менің шалым деп 1-ші томнан бастап оқып шықтым. Арасында жылап алам, арасында сағынамын. Енді ол кісі кеткелі 25 жыл болып тұр ғой. Киімдерінің бәрін енді ағайындар жерлеген кезде алып кетті. Жалғыз көйлегін алып қалғанмын. Сол көйлекті искеп 25 жыл бойы қазір
қасыма құшақтап жатып жүрген жайым бар жаным. Ойда не? Иә, сағынғанда сол кітап несін көйлегін иіскеймін, қасыма алып жатамын, арасында сол кітаптарды оқимын. Ағамыздан енді өлмес мұра қалды ғой. Қабиболла Сыдиқ ағамыздың мына көрмесі несі Ақтауда қаласынан келіп отыр ма мына жерге? Иә. Облыстан келіп отыр да? Кітапхана бар ғой мына ағаң атындағы. Содан әкеліп отыр мына кітапхананың қызметкерлеріне мен дән ризамын. Ашылған кезде де келгенмін, келген сайын қыздармен телефонмен де Алматыдан хабарласып тұрамын. Осы қыздарға көп рахмет айтамын. Мұражай бұрышы бар ма? Кабинеті бар. Енді мен мына сұрағым келіп отырған жаңа апамыздың аузынан бірінші естіп қалдым ана жерде. Отбасы хрестоматиясы деген баспа бар ғой қазір Қазақстанда. Санжар Керімбайдың кең дамып жатқан. Санжар Керімбай. Санжар Керімбайдың кітаптарының барлығы жағы бүткіл эпосты, дінді, тәрбиені қамтып отырған. Соның ішінде жаңа сіз айттыңыз әлдейден эпосқа дейін деп. Жаңа әңгімеміз аяқталмай қалды негізі. Мына Ақгүлшатым берді қоймаған. Мынау кіндік қызым Ақгүлшат дейтін сол библиотеканың бастығы. Ал сол дүнияда мынандай подаркіге өмірімде қолым тіпті айтатын жоқ, о кітаптың теңдесі жоқ о кітап. Сол кітап жөнінде айта аласыз ба қысқаша, сол кітап жөнінде? Енді айтқанда ол дейтін целый Құран тұрған. Кіші Құран. Онда руханиятта, онда мәдениетте, онда саясатта, онда дінде бәрі бар. Оқығасын білесіңдер. Ақгүлшат саған тағы да айтатым. Рахмет, қосағыңмен қосағар айналайын. Тәжіқанға шешеңе мыңда бір рахмет. Сен үшін мен үшін туғандай екен сенің шешең. Рахмет, сау болсын. Бала шағаларының қызығын көрсін. Ал енді несін айтайын, айтатын жоқ. О кітаптың теңдесі жоқ. Ал сол кітапты мына қыз маған әкеліп беріп отыр. Ал өзі аяғымен әкеліп беріп отыр. Мен оған енді алғыстан басқа не айтайын? Алғыстан басқа айтатын жоқ. Солай. Көп рахмет сіздерге. Аңыз болса да аңыздан артық не бар? Ой, жазушылар, сендер сияқты азаматтар болмаса, елдің көзі қайдан ашсын? Тарих деген мәселе құдірет сөзді ғой. Соны ойлап отырам, осылар болмаса, мына елге қайдан жетер еді мына әңгіме? Мына сұлу сөздер қайдан келер еді? Ой, керемет, қой кешегі Сәтекеңнің кітабын ашып қарасаң. Керемет.